Менің де жылағым келген. Қорыққаннан жүрегім дүрсілдеп кетті. Басым тағы да солқ-солқ ауырды. Анамның қолын қыстым. Жұбатқым келген. Мама, не болды соншама? Жыламашы, енді онымен дос болмаймын. Нан ұрсын. Анам шар ете түсті. Не деп кеттің жаным-ау? Ол баланың өлгені неде 5 жыл болды емес пе? Құдай-ай, не жазып едім? Қаршадай бала емес пе? Әкең де қақсадым. Бақсыға алып барайық деп. Тыңдамайды ғой. Тыңдамайды, ай Құдай, не істейм енді сені деп егіліп жылай берді. Қорқып кеттім. Жан дүнием әлем тапырық болды. Ойымның астан кестеңі шықты. Дауылбаймен кеше ғана бірге жүрдім емес па? Мың сан ой санамды тілгілеп жатты. Халатын желбіретіп дәрігер кірді. Кіре сала анама шүйлікті. Неге жылайсың деген. Баланың мазасын алма. Санасын шаршатпа. Болмайды, баланы күйзелтуге болмайды. Сосын маған бұрылып жағдайымды сұрады. Бәрі дұрыс болатынын айтты. Жазып шығатынымды айтты. Көп кідірмей анамды сыртқа алып кетті. Дәліздегі дәрігердің дауысының жаңғырығы маған талып жетіп жатты. Томографияға түсіреміз. Кесіп айту әлі ерте, бірақ тексеру керек. Бірақ міндетті түрде психиатрге қарату керек. Мүмкін ісік. Бірінші келгенде қайтқам. Ары қарай кабинетіне кіріп кеткен сияқты. Есік тарс жабылды. Басымның ауырғаны қойғандай болды. Тұрғым келген. Басым айналды. Қайтадан орныма құладым. Ұйықтап кетіппін. Әкемнің қоңыр даусынан ояндым. Шешеммен дауласып отырған сияқты. Қайдағы жын қонған? Айтпау ондайды. Беті аулақ. Дәрігер айтты ғой. Біледі ғой олар. Ісік болуы мүмкін. Галлюцинация соның кесірі деп. Психиатрге де қаратамыз. Жас организм жазылады деп жатыр әкем, баяғы әдеті. Ешкімге қатты сөйлемейді ғой. Саған бәрібір. Айттым ғой. 10 жасында ақ әлгі Дауылбай деген бала көз алдында өлгенде қайдағы жоқ нәрселерді айтып сандырақтап жүрді. Бақсыға апарайық дедім. Көнбедің. 5 жыл өтті одан бері. Ендігі сауығып кететін еді. Не істеймін енді? Анам тағы жылады. Дауылбай өлгені несі? Сұмдық ойдан денем түршіккен. Көзімді ашқым келмеді. Санамда сөне бастаған сол кездегі сурет қайта айқындала бастады. Мектеп шатыры. Дауылбайдың өктем дауысы. Қолындағы біздің үйдің мысығы. Өй қорқақ деп жатыр маған. Өлмейді мысық деген дейді. Жібер мысығымды. Ызалана тұра ұмтылып қолындағы мысыққа жармасқам. Мысықты жұлып алдым. Дауылбайдың ыңырана шыққан дауысы қалды құлағымда. Қолы аяғы ербеңдеп құлап бара жатты. Мектептің шатырынан жүзінен сұмдық бір үрейдің ізін көріп үлгедім. Мен оны итерген жоқпын. Өзі құлаған. Шықына айқай салдым. Өкіріп жылаған дауысым палатаны жаңғыртты. Әкем мен анам шошып кетті. Маған қарай тұра ұмтылған. Құшақтап сүйіп жатыр. Мен итерген жоқпын. Өксігіме араласа шыққан сөздерімді әкем ұқпай қалса керек. Мені ұзақ жұбатумен болды. Өзегім талып тағы да ұйықтап кетіппін. Дәрігер келген сияқты. Екеуі де орнынан тұрып дәлізге шығып бара жатқанын естіп жаттым. Дәлізде тағы күбір-күбір әңгіме. Психиатрлық клиника дегенді құлағым шалды. Дәрігер айтып жатыр. Ауыстырамасақ болмайды деген сөздерді тағы естідім. Психиатрлық клиника. Құлағым шулады. Басым тағы солқ ете қалды. Су ішкім келді. Көзімді аштым, тумбада тұрған суға қолымды создым. Басымды енді көтере бергенде шиық етіп есік ашылды. Анам шығар. Есіктен бас сығалады. Дауылбай. Беті аузы быт-шыт болып ыржиып күлді. Шынымен қарны жарылыпты. Міне, қара. Есіктің артына жасырынған қолын шығара берді. Қолында мысық бар еді. Шек қарны шұбатылып еденге сүйретілдіп тұр. Мен көзімді тарс жұмдым. Дүние шыр көбелек аялып бара жатты. Алматы 2015.